Біздің өткен 2 айға ошималы хан қоплатуға анализ. Біздің барлығы 2550 баш мүгіздер бітіріліп қоплатылды. Ол енді ұзғанға қарата 103 башқа плюс болып тұра. Шулай ой ішінде 1243 башқа плюс болып тұра. Біздің енді құжатларға келіп қарағанда біздің минусы салынар бек көп. Біздің ол енді февраль айында нұқсылықлар білен де оңлатып кетелер құжатлар. Но енді бұғына сәбәп төгіл біздің енді бары бір түрлі синхронизациялары бар. Сиырларына енді қоплатып бұларға мүмкіндіктер бар еді. Шулай ақ сиыр һәм тона қоплатуға айырып кеткенде біздің ел башынан барлығы 1809 баш сиыр қоплатылды, 85 башқа плюс болып тұра, һәм ай ішінде 888 баш. Тона қоплату ел башынан 741 һәм ай ішінде 355 баш болып тұра. Әгер де енді біздің енді бұзаулаған сиыр қоплатуының мүмкіндікке қарап кеткенде біздің февраль айында барлығы қоплату мүмкіндігі 1260 баш еді. Біз қоплаттық 818 башына. 442 баш біздің тірлік қоплатылып өтмәді. 65 прансыдан болып тұра. Шулай тона қоплату мүмкіндігіне келгенде біздің енді 16 айлық туған бұзауларға қаратабыз. Анализ біздің енді барлығы 437 баш еді район бойынша, 385 баш біздің қоплату мүмкіндігі болса, 355 башыны қоплаттық. Район бойынша енді болсам толы бітсе де, құжатларға келгенде мұнда минуслар көп, экранларда көресіздер. Шулай біздің юнәліш тәрбиесіндегі маллардың өсішін қарап кеткенде біздің 0,2 айға қатты біздің 1322 баш есеплене, 820 грамм өсіш. Бары тек тамыр һәм негіз құжатларында 700-ден кем болып тұра бұл. Һәм енді біздің 2-6 айлық тішілер 2094 баш, 807 грамм өсіш алынды. Негіз құжалында 595 граммына. Енді 0-6 айға лық өсішлеріні анализдап кеткенде біздің барлығы 3416 баш. Район бойынша күнлік өсіш 814 грамм еді. Енді 6 айға өзімізге бұрыш қойылған бұрыш біздің 200 килограммға жеткер болып тұра. Шу енді соңғы айның анализі бойынша ғана енді біз суммировать қарасақ, біздің район бойынша 76 килограммға ғана әлі 6 айға тішілер барып жете. 44 килограмм үстірі бітірмейбіз. Енді құжатлар бойынша барыбызда экранларда көреміз бұл сандарны. Алдағы таблицы біздің барлық тіші юнәліш тәрбиесіндегі тіші бұзаулар біздің 9090 баш еді. Орташа өсіш болды біздің күнді өсіш 811 грамм. Қоплату айына келгенде 15 айда біз енді қоплатып бітірген мүмкіндік бола. Ләкин енді экрандарда көргенше саф, тамыр, негіз құжатлары 18 айында артып кете. Алдағысы біздің бұзау алу. Біз енді ел башына 2404 баш бұзау алдық. Ұзған ел білен тегізгені болып тұра бұл. Ләкин енді құжатларға келгенде біздің минуслы құжатлар бек көп. Бұл енді біздің алдағы айда да бар, қазірде бар. Шулай ай ішінде 1200 баш, 32 башқа плюс болып тұра. Сиыр һәм танаға айырып қарап кеткенде біздің енді сиырлардан 1772 баш, 98 башқа плюс. Һәм ай ішінде 897 башқа плюс болып тұра. Тона бұзауына келгенде біздің 632 гена 98 башқа минус болып тұра. Бұл енді біздің ұзған ел біздің сатып алынған таналар бар, біздің шының бәрі-бәріне көпмедір разница беріп минус болып тұра.